тазалығы. Байкалдың суы бірде 7 болды. Швейцарияның нелері бірде 5 екен, а біздікі 1 болды. Жұмсақтығы жағынан. Енді осы суды, қазір мынау шетелде болса, мынау кәдімгі дүниеге сататын су мынау ағып жатқан таза. Ешқандай фильтрда керегі жоқ. Міне қаншама осы ауылдың кісілері, даже мына жерде осы ауылдың адамдары өзеннен алып ішеміз суды. Бұрын аккумуляторға дистиллированный суды осыдан құя салады. Құдықтан алмай, өзеннен су алады. Мына әйел адамдар осы шампунмен қолданбайды, өзіміздің суымызды өзі кәдімгі қолда нете береді. Осындай суды бұлаға өтір бұлар. Енді Тоқаев мырзаның да несі бар ғой, осы жолдауы. Пәленбай жылдан кейін су тапшылығы болады деп, 35 жылдан бастап па, даже уже белгілі болып жатыр. Бұрын біз бала кезімізде бертіндер айтамыз, мына арабтарда су қымбат екен деп, бензин арзан екен деп. Ал өзімізге су кеп қойды қазір. Қазір міне 0,5 су қазір 250 теңгеде, бензин 200 теңге. Бізге кеп қойған 0,5 біздің сонда. Біз 2 есе олардан асып кеттік уже. Осыны көріп тұрып, осы суымызды сақтап қалмақ. Біздің ауылдың азаматтары төбемізден чаң болмасын, екі өзеніміз лайланбасын, уланбасын деген осы ғана міндетіміз біздің. Басқа біз бұлардың алтындарына, ақшаларына, істеп жатқан жұмыскерлеріне қарсы емеспіз. Олар бір-ақ рет бұзып кетеді, одан кейін қалып қояды. Ал халық қанша жыл өнім өндіреді осы жерден. Жаңағы айтып отырмын ғой, 70% ауыл шаруашылығы осы ауылдар өндіріп